көктемнің соңғы күндері ауылдың үстін бозғылт бұлт торлағанымен күннің қызуы бар кешкі самал ескі көшенің қақ ортасындағы екі үйді бір біріне жақындатып тұрғандай. Бір үйде Қанат пен Жазира жас отбасы 3 жыл бұрын қаладағы оқуын бітіріп осы ауылға келіп егіндік жер алған. Екінші үйге осы көктемде ғана жаңа көрші қоныстанды. Қалада өскен өзін дөңгелеккен жалғыз басты жігіт Асқар. Алғашқы күндері Жазира көршіні аса байқамады. Тек бір екі рет ауылдың дүкенінде жолықты. Әркез сыпайы әзілқой Асқардың қалаға тән еркін мінезі Қанаттың сабырлы баяу қалпына мүлде ұқсамайтын. Жазира алғашында соны қызық көрді де бірақ өзіне ескерту жасады. Көрші ғой, бөтен ойдың қажеті жоқ. Жаздың басында ауыл тіршілігі қызып кетті. Қанат егінге кетіп кеш батқанда ғана келеді. Жазира көбіне жалғыз. Көрші Асқар кейде кешкісін аула сыпырып жүріп сәлемдесіп бір екі сөзге қалдырады. Қалада жүріп ауылға бейімделу қиын ба деп сұрайды. Жазира да әңгімеге тартылып кейде уақыттың қалай өткенін білмей қалады. Bir күні қатты жаңбыр жауды. Қанат егістікте қалып түн ортасында ғана келді. Сол кеште жарық сөнді. Жазира қол шамын алып аулаға шыққанда Асқар да өз үйінің шатырына қарап тұр екен. Жаңбырдан кейін шатырдың кей жері су өткізіпті, деді ол. Екеуі жаңбыр иісін иіске басып сөйлесті. Асқардың дауысы жұмсақ, көзі жарқылдап тұр. Жазира жүрегінің бір сәт дүрсілдегенін сезіп дереу үйіне кірді. Күндер өте келе әңгімелер жалғаса берді. Жазира өзінің Асқардың әр сөзіне құлақ асатынын аңғарды. Қанаттың да жұмыстан шаршап келіп бірден ұйықтап қалатыны оны ойландырды. Кей түндері Жазира төсекте жатып көршісінің бейнесін көз алдына әкеліп өзін тоқтатуға тырысатын. Шілденің бір ыстық күнінде Жазираның басы айналып жүрегі айни берді. Дәрігерге барса жұты екенін айтты. Қуаныш пен үрей қатар келді. Ол бұл жаңалықты Қанатқа қалай жеткізерін білмей жүрді. Bir жағынан шаттық, бір жағынан белгісіздік. Қанат болса соңғы кезде Жазираның өзгерісін сезді. Кейде ол сыртқа қарап ұзақ отырады, ойы басқа жақта. Бірде түн ішінде көрші үйдің күлкі естіліп Қанаттың жүрегі шым ете қалды. Жай достық шығар тек өзін жұбатты, бірақ күдік санаға ұялады. Айлар өтті. Жазираның іші білініп қалды. Қанат сүйсініп, бірақ әлде бір ғалам көңілден арыла алмады. Бірде ауыл тойында Асқар да келді. Әдеттегідей әдемі киініп, көпшілікке елеусіз ғана Жазира мен Асқа көз түйістірген сәтті Қанат байқап қалды. Жүрегінің түбіндегі күдік күшейді. Күз айында ұл бала дүниеге келді. Бәрі қуанды, бірақ Қанат нәрестеге ұзақ қараған сайын оның кейбір қылықтары, көзқарасы Асқарға ұқсайтындай көрінді. Ол ойды ешкімге айтпады. Тек түнде жалғыз қалғанда баланың қасына отырып терең күрсінетін. Жазира Қанаттың салқындағанын сезді, бірақ өзі де өткен күндерін есіне алғанда жүрегі шым ете түсетін. Асқар болса бала туған соң сирек көрінді. Кейде ғана ауладан алыстан сәлем беріп өтеді. Жазира оның көзқарасын аңдып, бірақ ештеңе демеді. Уақыт өте келе Қанат та Жазира да ашық сөйлесуге батылы жетпей жүрді. Бір күдікпен, бірі үнсіз өкінішпен. Шындықты ешкім білмейді. Баланың әкесі жөнінде айқын дәлел жоқ. Жазира да, Асқар да, Қанат та өз жүрегіндегі шындықпен ғана өмір сүріп кетті. Ауыл ішінде бұл жайлы сыбыр көп болды, бірақ нақты ештеңе айта алмады. Тек түн ортасында көрші үйдің шамы жанып тұрғанын көрген адамдар бір-біріне жұмбақ күлкімен қарайтын. Қанат та Жазира да ол сыбырды естиді, бірақ ештеңе демейді. Жылдар өтіп жатты. Бала өсіп ер жетіп келеді. Қанат оны өз ұлым деп тәрбиелеп, жанын салып әкеліп мейірімін төкті. Жазира кей түндері ұйықтай алмай баланың жүзінен әлдебір таныс белгіні іздейтін. Асқар болса баяғыдай ауылда тұрады, бірақ алыстан ғана сәлемдеседі. Бір күні кешкісін Қанат аулаға шығып аспанға ұзақ қарады. Қасында ойнап жүрген баласына көз тастап ішінен, бәлкім осының бәрі менің өз ойым ғана шығар, маңыздысы оның күлкісі мен біздің үйдің жылуы, деді. Сол сәтте күдікте өткеннің елесі де баяу сейілгендей болды. Жазира үйдің терезесінен қарап тұрды. Қанаттың иығына бала асылып екеуі күліп келе жатыр. Жүрегі бір сәтке тынышталып, осы үйдің, осы адамдардың бәрінен қымбат ештеңе жоқ екенін түсінді. Бірақ оның жүрегінің ең түкпірінде бір кішкентай, ешқашан жоғалмайтын құпия қалды.